Қайырлы күн, қайырлы кеш. Бүгін бізде кезекті интервью. Бізде Жасур деген жігіт. Жасур, өзіңді алдымен таныстырып өтсең, кімсің, қайдансың? Менің атым Жасур, Түркістан облысынан 9 сынып оқимын. Мхм. Қандай мектеп, оны да айтып өтсең, қандай жетістіктерің бар осы уақытқа дейін? Иллюминация лицейі Кентау қаласында. Қателеспесем, сен Респаға Түркістан облысынан өттің. Иә. Бұйыртса, келесі алдағы жылдарда күшті орындар алуға ниеттесің. Жасур, мынандай сұрақ, жалпы енді сен естідің енді үздіктер деп, енді біздің арамызда жүрсің ғой. Қалай естідің, не болды, қалай болды, неге интерес тастадың осы үздіктерге? Мен облыстан кейін абсолют бірінші болып тұрған Нұрдәулетті көрдім да. И сіздердің каналдарыңызды бір рет андай көріп қалдым. Сондықтан қызық кетті. Сол үздіктерден көргеннен кейін. Бұл жерде мақсат бізде жалпы біреуіне жарыстырамыз. Біздің мақсат жалпы деңгейді көтеруді. Хорошо, бізге сұрақ көп. Енді Ерік, сізде сұрақ бар ма? Жалпы мен өзім қысқа нұсқа қайырдым. Иә, басқа сұрақ жоқ. Сол есепке қоса етіп тұр. Жақсы, онда есеп береміз. Бұйыртса 3 есеп. Енді сен C++-да жазғаның дұрыс, сол C++-да жаза бер. Zoom-да көрмей ақ қой, сен бірден неге істей берсең болады, өзіңнің Google Doc-қа бірден жаза берсең болады. Видеоңды өшіре сал, интернет әлсіз екен сен жақта. Так, онда былай, бірінші мен бөлісім. Математикалық массив бересің. Яғни, мысалы, бізде бір n деген сан беріледі, оның ұзындығы массивтен. Сосын бізге массивтен элементтер беріледі. Деген сияқты, мысалы, мына жерде бізде қанша сан болды? 8-9 сан болды. Так, осы берілген массив бойынша бізге нені табу керек сондай. Өсу ретімен тұрған ең ұзын аралық бар ғой. Мына жерде бізде қайсы болады? Мына аралық, иә, бізде өсу ретімен тұрған. Қайталайсыз ба, если мен? Яғни, жүзінде жазсаң текст ретінде. Ең ұзын аралықтың ұзындығын табу керек па? Ұзындығын деймін ба? Яғни, мысалы, мына жерде қарасақ, мен астына қайта көшіп алайын. Яғни, 3-тен бастап, мына аралық, иә, бізде. Мына жерге дейін, ең ұзына. Басқа вариант жоқ мына жерде. Сонда біз жауап қанша болады? 3, 6 болады, иә? Егер басқа мысал беріп, мысалы, мынандай болсын. Деген сияқты варианттар болса, онда мысалы бізде мынау бар, иә? 3 болады. Мына жерде мынау бар. 5, мынау 3. Яғни ішінде ең ұзын аралық мынау болып тұр, иә? 5 болады. Яғни сұрақ түсінікті ме? Иә. Оны жаза беремін. Иә, жаза берсем болады, кеңес емес, жерде. Сандар бірде болса не істеу керек? Ол санала ма? Жоқ, саналмайды. Егер үлкен болу керек.
Болды. Яғни бірінші сен бәрін оқып алдың. Иә. Ары Сосын қарай сен болса алып өтесің. Потом тыңдай болмаса көрініп қоясың. Иә, негізі дұрыс мынау енді. Ереке сізде сұрақ бар ма? Есеп бойынша. Жоқ, сұрақ жоқ. Иә, әдемі. Оңай есеп. Келесі есептерді қызық болады осы менің есептер. Өзің қоя бер бүгін. Мен жақта сәл шумно. Жақсы. Екінші есебіміз мынандай. Бізде бір сан беріледі пәндегі. Мысалы 24 деген сан. Біз нелердің суммасы ретінде санның квадраттарының суммасы ретінде жазу керекпіз. Мысалы қалай болады? Мысалы біз мынаны былай жазамыз, иә. Так, бөлек 16 қосылған 8 болса 4 деп жаза аламыз, иә. Яғни мына деген сөз ғой. 4-дің квадраты қосу 2-ның квадраты қосу 2-ның квадраты, иә. Міне осы сияқты бізде қанша вариант бар жазуға болатын. Міне есеп шартымен қазір кішкене оңайлатайын бұл жерден. Течение. Ары қарай жалғастырайық. Яғни былай, мына жерде бізде n деген сан беріледі. Ол бірнеше квадраттардың қосындысы. Мысалға, мен 5 алайықшы. Мына 24 емес 5 алайық. 5-ті біз қалай жазамыз? Бірінші вариант, оны біз 4 қосу 1 деп жазуға болады, иә. Ары қарай тағы қалай жазамыз біз? Мына 1 қосу 1 қосу 1 қосу 1 қосу 1. Басқаша біз жазылмаймыз, иә. Яғни бұда барлығы тек 2 вариант бар. N 5 болған кезде. Мысалы басқасын айтайын мен қазір. N тең 10 деп айтшы. 10 бізде қалай болады? Біз 9 плюс 1 деп жазамыз, иә, 10-ды. Яғни 9 дегеніміз 3-дің квадраты, және 1-дің квадраты. Ары қарай 4 қосу 4 қосу 1 деп қоса жазамыз, иә. Ары қарай тағы қалай жазамыз? 4 қосу 1 4 бар. Қоса жазамыз, иә. Ары қарай енді бәрі бірлер. Енді бізде қанша вариант бар? 1, 2, 3, 4 вариант бар. Яғни бізге мынарды шығарып керек емес, яғни қанша вариант бар, соны шығару керекпіз. Несі түсінікті ме сұрақ? иә, түсінікті. Жақсы, онда бұны қалай шығарасың? Идея бар ма? Пока что ойлану керек. N нешеге дейін? N 5000-ға дейін болсын.
егер андай сұрақ болса біз поскольку беріп пункт саламыз. Бұл жердегі мақсат неге емес қой сені сен бір минусын тауып сол бойынша қысқарту емес көмектесу ғой саған. Қазір сәл ойланып керек. Ойланып тұр. Яғни мынау n 5000 дегеннің өзі подсказка да. БДП. Olmasa. Болмаса әшейін сөйлеп те істей берсең өзің үндемей отырғаннан гөрі. Әйтеуір сенің идеяңды біліп отырайық, қалай қылатыныңды. Мүмкін бірден түзіле отырамыз. Негізі шынайы интервьюде былай ғой. Бірінші код жазбастан бұрын идеяны айтады да идеяны. Потом идеяны бірінші элемент не талқылайды. Яғни сол кезде біз бағыт береміз да, яғни қай бағытта келе жатқанын көрсетіп жібереміз да кішкене дұрыс қате. Сосын барып соңында бір общий картина шыққан кезде барып код жаза бастайды да. Жақсы. Менің идеям n-ға дейін неше квадрат бар екенін санап, потом сол неше квадраттардың санын шығара салу. n-ға дейін. N-ға дейінгі бірінші қанша квадрат бар соларды тауып аласың ғой. Соларды тауып біріне неден сатып қойсың массивқа. Кейін соның үштен уже іздейсің. Осындай варианттар. Онда мына жерге саған ай емес, ай көбейтіп ай емес па? Мына жерде. Сенің идеяң бойынша. Жоқ. Былай емес па?
жоқ мына жерде осы Ой. қате болып кетті ғой. Енді мынаны не керек. Иә дұрыс. Яғни бірінші массивқа сол барлық n-ға дейін квадраттарды қосып аласың. Вот, оны таптым. Иә, бұл жер дұрыс. Енді ары қарай мынау ана есеп қылсыз ғой. Ана сен нені шығарып бердің? Мысалы бізде магазинге барған кезде бізде бір монета болады ғой. Монета ақша. Ой, бізде ақша болады. Сонда монетамен қанша вариантты монетамен шығаруға болады деген сияқты ғой. Ал 1 теңге, 2 теңге, 5 теңгелік монеталар болады. 10 деген сумманы мысалы қанша вариантпен шығаруға болады деген сияқты есеп қой. Тура сол не подход келеді да осы жерде. Сенде монета ретінде мыналар болады да. Иә. 1, 4, 9, 16 деп келеді. Вот, енді ары қарай ДП қолданады. ДП-ның несі қандай еді? Негізгі принципі деймін ба? Қалай айтсам болады? Заңдылығы қандай еді ДП-да? Бірден n-ға дейінгі бүкіл варианттарға типа Иә, бірінші минимумнан 1, 2, бастайсың. 3 деген нәрселер санау. Яғни бізде ДП деген екіге бөлінеді ғой. Қандай типа неше? Топ-даун, ботtom-ап дейді ғой. Яғни жоғарыдан үстіге максимумнан минимумға немесе минимумнан максимумға деген сияқты. Сен бірінші біз мынаны ботtom-ап дегенді қолдансақ, минимумнан максимумға, яғни біз бірінші 1 үшін тауып аламыз жауапты. Содан 2 үшін табамыз, 3 үшін табамыз, солай кете береміз цикл бойынша. Сенем жерде, значит, 2 цикл болады. Иә? Біріншісі 1-ден n-ға дейінгі, екіншісі не бойынша, мына монеталар бойынша. 2 цикл болады, сол бойынша есептей бересің. n-ға дейін. Иә, өте енді. Осы жерде қалай жаза беріпсің? Бір монетаны алып тұрған кезде, яғни айдан ана VJ-ді алып тұрсың ғой. Яғни байлашы минимумды. Иә, I минус VJ. Осы сен не монета ғой, ТП ішінде болады. Яғни былай. Жоқ, ішінде ДП айвер ғой тақта. Осының өзімен 200 мынаған сен бір монета қосасың үстіне. Формасы осындай болады. Мұнда сенде бір жақтан жабылмай қалды ғой. Вот осы кезде сенде енді мына жерде сен ТП 1-ге андай қосып қой. ТП 0 болады.
Енді сен бір нәрсе ұмытып кеттің да, бір условияны. Tamam. Сенде мысалы не болып кетсе, монета асып кетсе не болады, монета көп болып кетсе. Көп болмай ма? Көп. Былай қарайықшы, мысалы сенде қара. Сенде n мысалы 50-ге тең болсын, иә? Сенде ана жерде монеталар бар. 1, 4, 9, 16, 25, 49, иә? Сенде мысалы жаңағы ай дедікші, ай сенде мысалы 21-ге тең болсын. Сен бұл жерде 1 үш тексересің, 4 үш тексересің, 9 үшін, 16 үшін, мыналарды тексермеу керек қой. Иә, үлкен болып кетсе тексеріп керек емес, иә? Яғни мынаны айтамын мына жерде. Типа мынау ішінде VJ бар ғой, монетаң. Яғни үлкен болып кетсе, сен оны есептей алмайсың ғой. Тек мына аралықтан есептейсің ғой. Мына жерде. Яғни сен мынаның алдына сен условия қою керексің осы жерге. If VJ айдан үлкен болып кетсе ма? Иә. Үлкен болып кетсе, значит сразу келесің қарай бересің. Континуус брейк болады. Вот, не цикл отырсын. Кіші емес, и так ол кіші ғой ішінде. Электр файл көп. Үлкен болып кетсе ме? Кіші болып кетсе ме? Наоборот, кіші екен ғой, дұрыс. Иә. Монитор үлкен болып кеткен кезде ғой. Иә, так, примерно осылай шығар. Ерек, сізде сұрақ бар ма? Жасы өзінде сұрақ бар ма? Жасы. Қалай шыққаны бойынша. Сұрақ жоқ. Короче, саған осы сияқты есептер шығару керек, көбірек ТТП бойынша. Негізі атак нені дұрыс алып кеттім. Идея. Енді арағанда мен келесі көше берейін, да уақыт аз қалыпты. Жақсы. Келесі деп былай бізге не ғой? Білесің, аралдар саны деген есеп қой. Аралдар саны. Ол n бізде 15 емес. 4 деп алайыншы. Бізде арал бар. Арал бізде 1 мен 0 деген неден тұрады. Матрица. Ал мынандай бізде матрица бар, иә? Көріп тұрсың ғой? 4 деген. Енді мына жерде бізде аралдар санын табу керекпіз. Аралдар дегеніміз, мысалы, 0 деген бізде су. Ал 1 деген бізде құрлық қой. Құрлықтар өзара қосылса, бір арал болып кетеді. Ана бірінші жағдайда бізде аралдар саны 3-ке тең, иә? Себебі мына өзі жеке бір арал, мына жеке бір арал, бұлар бір-бірімен қосыла байланысты, бұлар бір арал болады. Яғни бізде аралдар қосылу үшін олар тек вертикаль немесе горизонталь қосылу керек. Екі құрлық бір-бірімен байланысу үшін. Яғни диагональ болып есептелмейді. Диагональ болмайды. Иә, мысалы жерде былай тұрса да неге қосып қойған жоқ диагональ. Яғни мыналар бір арал, яғни жауап 3 болып қала береді. Осындай есеп. Бұл есепті ТФС-пен шығарса болады. Яғни әр бірді тапқан кезде, если ол боялмаған болса, келесі соседтарына жіберіп, тексеріп, общий количествосын табу керек. Немесе бұл есепті графта неше компонент связанности бар деген сұрақ қойса да болады. Иә, негізі дұрыс. ППС-тің несін жазсаң, андай общий скелетін жазсаң. Графтарға жақсы.
Қазір тек тексеретін жасамау или полный жасамау. Input output. қысқа көре бер, бірінші тексеретін жете бер. Уақыт болса қарай көреміз. Осындай. Қоясың. Count жасап, TPS-қа кіресің. Так, я бәрібір дұрыс екен. То есть идеясы дұрыс. Договорларды тексеріп қою керек. Так, менде басқа сұрақ жоқ. Ереке, сізде сұрақ бар ма? В принципе, жақсы. Ал кімнің өзіңде, Жасур өзіңде сұрақ бар ма? Бізде 2 минуттай қарыпты, 3 минуттай уақыт бар. Содан не болып қалды ма? Менде сұрақ жоқ. Оңай болып қалды ма есептер? Аямда тең болу керек. Екі оңай. Ал ДП қиын болды. Білмесем. Значит, Математика ДП логика онда қатты жоқ мұнда. ДП әлсіз болып тұр да сенде. ДП-ға жұмыс істеу керек деген сөз, да? ДП-дан бере беретін есепті. Негізі Жасур, в принципе, жаман емес та, 3 есептің екеуін толықтай шығардым деп айта аламыз. Өттің деп те айтуға болады негізі. Бірақ егер тағы да өтем дейтін болсаң, өз еркің қайтадан. О, негізі қанағат, то есть жауабың дұрыс деп айта аламын. Өзім өтіп есепті кімді қайта өтеді ғой. Ана үрлеттер, соның бір қайтадан өтем десең, тағы да есеп бере аламыз бастығы. Так, сонда. Жақсы, басқа сұрақтың болса онда мен запись жасатайын.